Сәлем достар, бүгін біз өрік қосылған рулет жасаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, құмшекер, сүт, сұйық май, ұн және көпсіткіш керек. Арнама жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, ыдысымызға салып аламыз. Үстіне құмшекерімізді саламыз. Енді жақсылап миксермен араластырып аламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Майымызды құйып болғаннан кейін араластыруымызды жалғастырамыз. Дәл осылай шамалы тағы да араластырып болғаннан кейін оның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды қосамыз. Ұнымызға алдын ала көпсіткішімізді салып араластырып аламыз. Ұнды бәрін бірден салмаймыз, жайлап біртіндеп саламыз. Әзірге мен 3 шай қасықты салып, оны астынан жоғары қарай қозғап араластырамын. Қалған ұндарымызды да дәл осылай біртіндеп салып, барлығын астынан жоғары қарай араластырып аламыз. Барлық ұнымызды салып болған соң, астынан жоғары қарай жақсылап араластырамыз. Сұйықтығымыздың ішінде ешқандай ұн араласпай қалып кетпеу керек. Бәрі бір келкі болып шыққанға дейін жақсылап араластырамыз. Біздің рулетке арналған қамырымыз дайын. Енді бұл дайын қамырымызды керекті формамызға құямыз. Формамызға бәрін бір келкі қылып жағып болғаннан кейін барып, оны духовкаға 220 градусқа салып, беті қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Рулетке арналған қамырымыз пісті. Осылай беті шамалы қызарса, болды, ала береміз. Алып болғаннан кейін оны жақсылап орап қоямыз. Оралған рулетімізді 10-15 минутқа салқындағанша қойып қоямыз. Суығаннан кейін рулетімізді ашып, ішіне кез келген джем болмаса варенье құйып орап қойсаңыздар болады. Өз басым үйдегі өрік вареньесін майдалап джем қылып, соны араластырып жағып қойдым. Ас болсын.